Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біз бүгін өткізгіштерді тізбектеу және параллель жалғау тақырыбын қарастырамыз. Ол үшін бізге қажетті құрал-жабдықтар, топ көзі, кіл, вольтметр және шамдар қажет. Жалпы параллель жалғау дегеніміз, егер шамдардың ұштары бір нүктеде және соңдары келесі нүктеде жинақталатын болса, біз оны параллель жалғау деп атаймыз. Қосып көрейік, топ көзін қосып, кілтті қосайық. Яғни бізде шамдардың жанғанын көреміз. Ғалымжан, бізде параллель жалғаудың артықшылығы неде? Параллель жалғау кезде бізде ток күштері артады, кедергі төмендейді. Егер бір шам жұмыс істеуден шықса, қалған тізбек жұмысын атқарып отырады. Параллель жалғауда кернеу барлық тармақтарда бірдей, ал кедергі азайғандықтан ток күші артады. Келесі бізде тізбектей жалғауды көрсетеміз. Тізбектей жалғау үшін шамдарды тізбектей жалғаймыз. Ең әуелі бірінші топ көзінен шыққан өткізгішке нені жалғаймыз? Кілтті жалғаймыз. Кілтті, сосын кілттің бізде шамдар жалғай береміз. Жақсы. Енді вольтметр қалай қосылады бізде? Әр шамға екі немесе жалпы екі шамға бір вольтметрді қосуымызға болады. Негізінде тізбектейге вольтметр параллель жалғанады. Енді топ көзін қосайық. Бізде шам жанды және вольтметрді көрсетуі қанша көрсетіп тұр? 5 вольтты көрсетіп тұр. Енді тізбектей жалғаудың кемшілігі неде екен? Тізбектей жалғау кезінде ток барлық элементтері бірдей, ал кернеу әртүрлі, ал кедергі болса артады. Егер бір шам істен шықса, бізде бүкіл тізбек істінен шығады, жұмыс істемейді. Және параллель жалғаудан кемшілігі, бұның шамдар бізде көмескі жанып тұр, бұл жерде ток күші аз болады, кедергі көбейеді. Ток күші азаяды.